Абайдың 17-ші қара сөзі. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзіңді білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмілетке жетпейтінін. Өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абырой мансап еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын, күнәһарлықтан көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі шайтанның азғыруынан құтқаратындығын, адастырған жолға бара жатқан бойда қайтарып, жиғызып алатындығын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ақыретке, не пайдалы болса, не залалы болса, білетін мен. Сенің сөзіңді ұғатын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғаламды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өнері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты: мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тірлік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың күйін, жайын қандай болып жатыр екен деп ойлап, жанын ашытып, ұйқысын қашыратын, төсегінде дөңбекшітетін мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылатындығын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп еритін мен. Жаманшылықтан жиреніп тулап кететіндігін мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық дейтін нәрсенің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты: ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі рас. Ол айтқаныңның басқа да көп нәрселерінің бары рас. Сенсіз еш нәрсенің болмайтынын да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, бірақ залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтыны да рас. Жаратқан Тәңірді де сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмай, амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының, жаманның екеуінің де сүйенгені, сенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүресің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. Көнбек түгілі қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгілі жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды іске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің басыңды қос, бәрінде жүрекке билет, деп ұқтырып айтушының аты ғылым екен. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанның топырағы көзге түсерлік қасиетті адам сол. Үшеуің ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды депті. Кітаптың айтқаны осы депті.